Қайдасың, Гаухар? Авторы Бердібек Соқпақбаев. Алматының Пастер көшесімен жүре қалсам, осынау астыңғы қабаты белі бардан жерге батқан ағаш үйді, осыны бір жағына қарай қыңырайып, қисая бастаған көне ағаш қақпаны көргенде, менің есіме Гаухар түседі. Сондағы бастан кешкен оқиғалар тізбектеліп, көз алдыма келеді. Жүрегімде діріл пайда болады. Біз Гаухармен дәл мына арада кездесіп танысқан едік. Ол әне, ана жерде қақпаға сүйеніп, бізге күлімсірей қарап тұратын. Жұп-жұмыр уыз мойнында, күн нұрына шағылып, жалт-жалт еткен ұсақ шынжыр баулы әсе медальон. Бәрі, көшеде, үйде, төбіне шірімес үшін тас орнатып, бағандарды сол тасқа бұрандалап бекіткен қаракөк ескі қақпада, сол сондағы қалпы, тек Гаухар жоқ. Бәрі шын болғанда, Гаухар ғана елес. Мен осы арадан әрлі-берлі өткен сайын, Гаухардың қарасы жарқ ете қалатындай-ақ қақпадан ішке елегізіп, қарап өтем. Жоқ, жарқ ете қалмайды. О, Гаухар, қайдасың? Барсың ба жер бетінде? Бар болсаң, неге кездеспейсің? Жоқ әлде, ұмыттың ба сен мені? Менің атымды жүрегіңнен мәңгілікке сызып тастадың ба? Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Соғыс кезі 1943 жыл. Іске татыр естияр еркек кіндіктің бәрі дерлік армияда. Ауылда қатын қалаш, шал шабыр, ауру сырқаулар қалған. Мезгіл жетпей, үзілген көк жемістей соғыс бізді, балаларды ертесейтті. Әкелеріміз бен ағаларымыздың еңбектері қаңырап, босап қалған орындарына, шамаларымыз келсін, келмесін, жар бұйып, біз ие болуымызға тура келді. Қазекен бұндайда, ит жоқта шошқар еді қораға дейді. Сондайлардың біреуі мына менмін. Содан бір ғана жыл бұрын, 9-шыны атүсті бітіргеніме, педагогиканың иісі, мұны тәмпіш мұрдыма кіріп те шықпайтынына қарамастан, дырдай мұғалім атанып, өзіміздің ауылда, 7 жылдық мектепте ана тіліне сабақ берем. Жас шықты, оқу жылы аяқталайын деп қалды. Директорымыз күрк-күрк жөтелген, көксау шал адам. Әлгі бір күні, «О, Жәнібек, дайындал, Алматыға бір айлық курсқа оқуға барасың» деді. Қандай оқу? Біліміңді көтеріп қайтасың. Мен ғанама баратын? Біздің мектептен Жақан екеуің. Жақан осында, ол да мұғалім. Математикадан сабақ береді. Мен ұқсап олдағы, арнайы педагогтық оқу орнын бітірмеген. Маған ұқсап, соғыстың арқасында мұғалім бола қалған. Екеуміз тәуір жолдаспыз. Ауылдағы осы күні сүйкенерге қара таппай жүрген, басы бос қыз келіншектерге кейде бірлесіп қырындайтында кездеріміз болады. Жақан менен 2-3 жас үлкен, дене бітімі кесек, жалпақ бет, қалың ерін, жүн қабақ, мінез құлқы денесіне лайық доғалдау жігіт. Алматыға оқуға барасың деген хабарды естіп мен қуандым. Қуануымның бірінші себебі, екінің бірі барып келіп жатқан Алматыны әлі күнге көрмеген жанмын. Көрмесем де құштар едім. Екінші қуанған себебім, осы күні киім кешек, шүберек жағы ауылда тып-типыл, оңайлықпен ештеңе табылмайды. Дүкенге азнаулық бірдеңелер әкелінсе, жең ұшынан жалғасып, қолы жеткендер бөлісіп алады. Ал басқа жұрттың жан сақтап, абыр жауып отырғаны алыста болса, Алматының арқасы. Бір шаршы бөзге дейін ел сонау Алматыдан әкеледі. Қалаға барып әкелушілердің айтуынша, онда тәлкөшке дейтін бар. Тәлкөшкеде киім кешек, дүние мүліктен сатылмайтын зат жоқ. Бәрі сатылады. Тек қалта толы ақшаң болсын. Ауыл адамдары үшін ақша табудың қазіргі жолы мынадай. Қалаға бір қап ұн апарып сатса, бір қап еті бақшаны күреп алады. Шамасы келгендер ет, май, тірі қой апарып сатады. Дүние мүлік, киім кешекті тең-тең етіп теп әкеледі. Өмірімде тұңғыш рет барайын деп отырған қалаға менің де құр қолы бара қоймасын белгілі, сатып, пұл ететін бірдеңелерді мүмкіндігі болғанша мен дағы қамдап ала бармақпын. Сосын соға мынау сұры кетіп, жұтап жүрген үсті басымды біраз бүтіндеп, түзеп қайтсам деймін. Ол кезде біздің ауданнан Алматыға қазіргідей кісі таситын автобус қатынап жатпайды. Автобус түгіл,
жүріп жатқан жолшыбай машиналардың өзі аз кез. Міне сондықтан да қалаға бір барып қайту, бері болғанда бір топ әурешілікте, ары болғанда естен кетпес азап, жол жүретіндер чемодан, қоржын кешегін арқалап, бірнеше күн жол тосып машина іздеп сандалат. Машина оңайлықпен табылмайды, ал табылса, әдетте кузовы толы әрқилы жүк болады. 300 шақырым алысқа бос машинаны салдыратып, кім қуаласын? Айналайын, Алматыға барасың ба? Ала кетші деп, шофер атаулының соңында бөлек салағын арқалап, шұбап жүрген халық. Не жоқ болса, сол зәру. Не тапшы болса, соның құны аспанда. Әлгідей бірлі жарым табыла қалған машиналардың шоферлері, ой бәлсінгіш-ау, бір дегеннен дұрыс жауап бермейді. Күні ертең министр болғалы тұрған адамдай сенімен шекесінен қарап сөйлеседі. Мақұл, ала кетейін деген жауапты естігенде, дүниеде сенен бақытты жан жоқ. Сосын белгілі, нағыз арсыз болмасаң, жол ақысына қанша төлеймін деп саудаласып жатпайсың. Шофер не айтса, қалтаңнан соны суырып беруге мәжбүрсің. Біз Жақан екеуміз дүниеге сірә құтты күні келсек керек. Өйткені Алматыға қарай жүретін машина оп-оңай кезге кетті. Анау мынау жай машина емес, азынаған су жаңа бензовоз еді. Бұл бензовоз осындағы МТС-ке қаладан жанармай алып келген. Енді ойнақтап бос қайтып барады. Шофері омырауы жүн-жүн, қутыңдаған жас армян жігіті. Бізді қалаға ала кетесіз бе? Сендерді әдемі жігіттерді ала кетпей? Нешеусіңдер? Екеу түгіл 10 болсаңдарды алып кетем. Тек ескертерім, кабинадан дәметпейсіңдер. Кабинаны емденіп қойды. Анау цистернаның бүкіл үсті сендердің еріктеріңде. Құлап қалмаймыз ба? Құлау-құлама ол сендердің тек өздеріңе қатысты мәселе. Ал менің айтарым, құласаңдар құлаңдар, бірақ мерт бола көрмеңдер. Біз келістік. Цистернаның үстіне пілге мінгенде қодыйып, бір қырындап отырып алдық. Зат нәрселеріміз қасымызда. Өзіміз құласақта солар құламасын деп, өзімізден бұрын солардың тілеуін тілеп, қолтығымыздың астына басып алғанбыз. Ал кеттік. Айдарымыздан желесіп, Астанаға аман есен келіп жеттік. Бір айлық білім көтеру курсына осы жолы Жақанның да келуі, және ол екеуміз бірге келуіміз мен үшін бақыт еді. Өйткені жоғарыда айттым. Мен бұрын дала көрмеген жанмын. Қала жайын білмеймін. Мұнда танитын ешкімім жоқ. Ал Жақан бұрын болған қалада. Бір емес, бірнеше рет болған. Қала жайын маған қарағанда азды көп біледі. Екінші біз үшін өте бір маңызды жайт, осында Алматыда Жақанның немере жеңгесі тұрады. Үйі қаланың қақ ортасы, Пастер көшесінде, Көк базарға жақын. Қайда барып түсеміз деп қиналмастан, Жақан екеуміз міне осы үйге келіп түстік. Курс басталуына әлі де 1-2 күн бар. Бұл 1-2 күнді біз базардағы өзіміздің сауда-саттық ісімізге арнамақпыз. Мен сатуға деп 1 қап ұн, 2 қойдың кепкен етін, 4-5 кило тоңмай алып келгем. Осы шамалы дүние Жақанда да бар. Үсті басымыздың шаңын қағып жайғасып болғаннан кейін, Жақан екеуміз жақын маңдағы Көк базарға барып, оның майдың бағасы қанша екенін біліп, барлау жасап қайттық. Сол арада, базар алаңында, қаптап тұрған есек арбалардың біреуін ерте келіп, енді сататын нәрселерімізді базарға алып жүрмекшіміз. Үй иесі Майра жеңгейдің ұлты татар, қазақша, орысша, татаршаны 3 тілді араластырып, өзінше винегрет тіл жасап сөйлейді. Күйеуі осы кезде армияда. Ауылдан келген біздің қала жағдайына оралымсыз аңқау түрімізге қарап, ол енді ақыл бере бастады. Сендер бұл нәрселеріңді спекулянттарша килалап, грамдап сатып тұра алмайсыңдар. Ол үшін бекспособны болыш керек. Жуликтер сендердің селске екендеріңді анадайдан танып біледі. Лучше мындақ етіңдер. Алатын адам табылса, нәрселеріңді 5-10 сом арзан бағаға қотарып, оптын бірден сатып құтылыңдар. Міне, сол тыныш. Бұл ақыл көкейімізге қона кетті. Өйткені Жақан да, мен де сауда жасап, дәніккен жандар емеспіз. Нәрселерімізді қалай сатар екенбіз деп, онсыз да жүрексініп, қобалжуда болатынбыз. Қалаға барып келгендер неше түрлі үрейлі сөздер айтып келеді. Базар толы ұры қары, жекір. Қалтаңдағы ақшаңды көзіңді бақырайтып тұрып ұрлап әкетеді. Қалай ұрлағанын білмей, сезбей қаласын дейді. Бұл да ойымызда бар болатын.
Сөйтіп міне, енді базардамыз. Сататын нәрселеріміздің атын атап, қотара сатып алатын адам бар ма деп хабарлап үлгергенімізше, әлекеден жаландаған бірнеше бізді қоршапталды. Мен алам деп, бірін-бірі қаға соға кимелеп, жалаңғаптады. Қисық жағалы көк жейде, кепке киген, омырауы аңқиып, ашылып кеткен қолында таяғы бар ақсақ қазақ, доғарыңдар, тараңдар, бұл балалар менің жерлестерім, бәрін мен аламын, өзім аламын деп, басқаларды жасқап, қуып жіберді. Ақсақ, сірә тегін ақсақ болмау керек. Басқалар жым боп, жай-жайына кете барды. Бірде біреуі оның бетіне қарсы келмеді. Әкелген нәрселеріміздің бәрін біз соған қотарып беріп тындық. Шаруамызды әуре сарсаңсыз тез тындырғанға және сәтімен тындырғанға қуанып, Жақан екеуміз танауларымыз желп-желп етіп үйге келдік. Төс қалталарымыз әйелдердің төсінде томпайып шығып кеткен. Ол ақша, бұрын бітіп көрмеген пәленбай мың ақша. Өзім боп, моншама мол ақшаға тұңғыш рет ие болуым. Ақшадан қазір құн кетуі, ол енді жай ғана шатырлақ қағаз болып қалуы бұл басқа мәселе. Қалай? Менің советім дұрыс болды ма? Оптын бірден сатып құтылдыңдар ма? Сөйттік, Майрапай, алушы көп екен. Бір ақсақ қазақ бізді танитын желес болып шықты. Бәрін сол алды. Сұр кепке киген палка ұстаған қазақ па? Иә, сол. Майрапай күліп жатыр. Ол землек болмай құрып қалсын. Ол жұрттың бәріне солай дейді. Бәрімен землек бола кетеді. Сендердің сельский екендеріңді көріп танып тұр ғой. Ол осындағы настоящий кәтті спекулянттың бірі. Ертең атақты тәлкөшке аралайтынымызды, бұйыртса біраз бүтін жаңа киімдер алып кетінімізді ойлап, Жақан екеуміз түнде жөнді ұйықтай алмай шықтық. Майрапайдың үйі кең 2 бөлме. Қолында бір ғана кішкене қызы бар. Сонда да болса, ол бізден жиренді ме қайдам? Төсекті түнде Жақан екеумізге сыртқа, жан-жағы ашық верандаға салып берді. Бір тәуірі, веранда көше жақта емес, ауланың ішінде. Қазір түн жылы, тоңбайсыңдар, ешкім түрігі тетпейді, қайта таза ауада, крепка ұйықтайсыңдар деген еді. Бірақ олай болмады. Крепка ұйықтаудың дәл бүгін онша реті келмеді. Адам жаңа орта, жаңа жайда түнегенде, кейде осылай болады. Тәлкөшке бұл арадан ол да қашық емес екен. Кешегі өзіміз болған көк базардың төменгі жағы. Ақшаларыңды түгел алмай, жарым-жартысын үйде қалдырып кетіңдер. Бек сақ болыңдар онда. Қаланың жөліктеріне алданып қалып жүрмеңдер. Ұры, қары, жолик онда бек көп деп, Майрапай бұл жолы да бір топ ақыл айтып жөнелткен. Иә, тәлкөшке десе дегендей ақ екен. Мұншама көп халықтың бір араға жиналып, сеңде соғылысқанын бұл менің тұңғыш рет көруім. Әрі қызықтап, әрі таңырқай қараймын. Ойпырмай, қолдары бос, ерікке не қылған жұрт мұншама? Бұлардың істейтін қызмет, жұмыстары қайда? Жоқ әлде жұмыссыздар жинала ма? Ех, шіркін, осылардың бәрін қуып алып барып, балшықтан адам жасап, ала алмай отырған біздің колхоздың жұмысына салар ме еді? Қолына жарқыратып, жап-жаңа бұлғар етік ұстаған жиреншал кезге кетті. Менің бір үлкен арманым осы еді. Аяғыма бір жөні түзу етік алып кию еді. Базар тәсілін білмейтін қорбала сорлы басым, енді сәл кешіксем, әлгіні басқа біреу қақшып әкететінді ентелеп, төніп түстім. Сатасыз ба? Қанша сұрайсыз? Шал сәл бөгеліңкіреп қалды. Сізге қай размері керек? Мен киімімді денеме шақтап, мөлшерлеп киіп үйренген жан емеспін. Әйтеуір табылғанын киетінмін. Ойланып тұрдым да, аяғымның размерін есіме әрең түсірдім. 39-шы. Табылады. Жүр бері. Шал бізді ертіп, шетке таман шықты. Әлгі арада теректің көлеңкесінде быршып терлеген жуантық шабдар кемпір отыр екен. Әлгіге бұйырып, әкел 39-шыны деді. Көйлегінің етегін кең етіп жайып тастап, кемпірдің жұмыртқа басқан тауықша жарбая отыруы тегін отырыс емес екен. Астына қымтап басып алып отырған қабы бар екен. Қаптың іші толы жаңа тігілген етіктер. Кемпір соларды тез-тез күбеңде бақтарды да, екетікті алып, шалына ұсынды. Шал әлгілердің табанына қарап көрді де, маған ұсынды. Міне, 39-шы. Өзіме шақ етік табылғанына мен одан бетер қуандым. Әлгі араға
арықтың жағасына отыра қалып кеп көріп жатырмын. Аяғымдағы тозығы жеткен жаман бәтеңкелерімнің біреуінің түйін бауы шеленсіп қалыпты. Әлгіні шеше алмай, азаптанып жатыр едім. Шал отыра қап, шешісіп жіберді. Оның сырт көзге оралымсыз жуан тұқыл саусақтары өмір бойы тек осыны түйін шешуді кәсіп етіп жатыққандай соншалық епті де беймеді. Етіктер аяғыма шақ келе кетті. Түр сымбаты да сондай әдемі. Ауылда қолы жеткендер киетін нағыз қисық табан базар етік. Шапшақ, қатып кеттің деп, шал менің ойымды қостап қояды. Алам, айтыңыз бағасы қанша? Шал бағасын енді айтты. Талкөшкедегі саудагер заттың дәл сатар бағасын еш уақытта айтпайды. Бір есе, екі есе өсіріп айтады деген сөзді ауылда қалаға барып келгендердің аузынан талай естігем. Соны жобаға алып, мен өз бағамды айттым. Шал саудаласу орнына бірден өңін суытып, шеш. Неге? Шеш. Бол, саған етік керек емес, сенің ақшаң жоқ. Өй, не дейтін мына сайтан? Сенің ақшаң жоқ. Неге жоқ? Ақша деген мінекей. Сөйтсем кейін білдім. Шал әлгі сөзді мені қайрап, әде айтады екен ғой. Екеуміз қайтадан саудаласа бастадық. Жақан тықыршып, өй жүрші, етік сататындар тағы кездесет, асықпа, асықпай ал дейді. Дәл қазір оның сөзін тыңдайын деп жатқан мен жоқпын. Сен бұндай етікті бұл базардан таппайсың. Мынаның хромына қараш, қандай, нағыз хром емес пе деп. Шалмен бірдеңе білетіндей-ақ етіктің қонышын уқалап, мыжып көрсетеді. Ақыры тіл табыстық. Етікті мен сатып алдым. Игілігіңе ки деп, шал қолымды құшарлана қысып жатыр. Базарлап болдық. Тағда қуаныштан танауымыз желп-желп етіп, үйге қайтып келе жатырмыз. Сатып алған киімдерімізді түгелдей киіп, көшеге шығуға асықпыз. Паркке барамыз. Мен саған қаланың мынау деген әдемі, сұлу қыздарын көрсетем дейді Жақан. Жалпы қыз атаулыдан, оның ішінде сұлу қыздардан да дәмесіз болмасақ керек. Қала қыздары, ауыл қыздары тәрізді ұялшақ емес дейді Жақан. Кіммен де болса, ашық сөйлесет, ал ұнатса құшақтасып кете береді. Әлі бір-бірден әдемі қыз тауып алып, қашан кеткенше гөлейттейміз. Жоғарыда аталған бұлғары етіктен бөлек мен бір күрең түсті шалбар, әскердің тік жаға сырт жейдесін, қоқиған сарғыш кепка сатып алғам. Енді әбден үстіме киіп алған соң байқадым. Жейденің екі омырауында, дәл екі емшектің тұсында тіке тартылған екі тігіс бар. Әлгі тігіс бар жер және томпайып шығып тұрады. Денеме дене боп жатпайды. Бұ несі? Мен көріп жүрген әскери жейделерді бұндай болмаушы еді ғой. Майра жеңгей күлкіге қарық. Сен вит әйел жейдесін алғансың. Мынау міне, әйелдің емшегі тұратын жер. Мен таңмын. Әскери жейденің әйелге арналғаны бола ма екен? Болмай. Осы күні әскерде әйел аз ба? Хамма медик-седиктердің көбі әйел. Қап деп, санымды бірақ соқтым. Менің түсінігімде, әскери жейдесі тек еркектер үшін тігіледі. Кеш, күндізгі ыстық қайтқан. Жақан екеуміз бүгінгі сатып алған киімдерімізді киіп, өзімізше қатып кеттік деп ойлап. Міне, енді қалалық паркке қыз аулауға келіп отырмыз. Халық мұнда бір ауым. Бәрі дерлік көңіл көтеруге, селдеп бой жазуға шыққан жандар. Екіден, үштен топ болып, аяқтарын сәндене басқан. Жақан айтқан сұлу қыздарда аз емес. Тағы да сол Жақан айтқан, ауыл қыздарына ұқсамайтын, кіммен де болса ашық сөйлесетін қала қыздары. Мен бұл мәселеде өзімнен гөрі Жақанды тәжірибелі санап, ал баста деймін, бүйірден түртіп. Нені бастаймын? Тиіс мына қыздарға. Жөппелдемеге келгенде Жақан енді тайқи бастағандай. Сен тиіс, менен гөрі ептірексің ғой деп, ыр-жиып бетіме қарайды. Сен қалай тиісуді білесің ғой? Қалаға бірінші келуің емес. Асықпа, кішкене кеш түсіңкіресің. Жақан екеуміз осылай паркты бір қауым араладық. Бірімізді біріміз түртпектеп, айдап саламыз. Әншейінде күмпілдеп, мен үйттім, мен биттім дейтін Жақанда нағыз іске келгенде, менен асып кеткендей пәлендей өнер байқалмайды. Қайта, оған қарағанда сөзге өзім ептірекпін бе деп қалам. Қарындас, кімді іздеп жүрсіз? Мүмкін бізді іздеп жүрген боларсыз. Жақан менен қалмауға тырысады. Адасып жүрген жоқсыздар ма? Адасып жүрсеңіздер, жөнге салып жіберуге болады.
тиіскен түріміз осы. Қыздар бізге аң көргенде ежірейе қарайды да өтіп кете берады. Ақыры бір сұлу қыз тауып алмақ болған әрекетімізден түк шықпауға айналды. Әрі жүре шаршадық. Құр сөзден ештеңе өнбеген соң, бірер қыздың жанынан тақалып өте беріп, байқамаған боп, қағып соғып кетуді шығарған едік. Бұның арты енді тіпті жақсылыққа апармайтындай көрінді. Бірер қыздан дөрекі сөздер естіп қалдық. Бір қыз тіпті шаңқылдап, милиция шақырмақ боп есімізді шығарды. Сосын, бүгінгі қыз аулауды осымен доғаруды, бас аман, мал аманда үйге қайтып, жатып демалуды мақұл көрдік. Пастер көшесінің бойындағы тротуармен келе жатырмыз. Көшенің әр жерінде бағана бастарына орнатылған электр шамдары, жүріп жатқан адам аз. Пәтерімізге шамасы бір кварталдай қалған еді. Кенет алдымыздағы қақпадан көшеге қарай сумаң етіп, бір қара мысық жүгіріп өте шықты. Біз бұған пәлендей мән бере қоймас едік. Бірақ сол кезде қақпаның түбінен: "Жігіттер, енді сендердің жолдарың болмайды" деген сыңғырлаған, нәп-нәзік қыз дауыс естілді. Ала көлеңке жарықтан біз әуелде оны байқамаған едік. Енді тұра қап, мойын бұрып қарасақ, қақпаға сүйеніп, бізге күле қарап тұрған әдемі аққұба қыз. Мойнында шам сәулесімен жалт-жұлт еткен ұп-ұсақ шынжыр баулы оймақтай медальон. Бүкіл кеш бойы ешкімге жолай алмағаның есесіне мен, "Сіз не айттыңыз?" деп, төрт түсі сүйкімді көрінген әзілқой қызға үңіліп жақындай түстім. "Жолдарыңызды мысық кесіп кетті ғой?" Онда не болушы еді? Жұрт мұны жаман ырымға жорымай ма? Біз ырымшыл жандар емес едік, сіз қорқытып қойдыңыз ғой. Олай болса біз енді ілгері қарай бармаймыз. Қаламыз осы арада. Не көрсек те сізбен бірге көреміз. Сондай-ақ қорқақсыздар ма? Жоқ, қорқақ емеспіз. Бірақ біз өзіміз ауылдан келген жандар едік. Көрмеген жердің ой-шұқыры көптеп бекер айтпаған ғой. Мұна бейтаныс қалаңызда неге душар боларымызды кім біліпті? Бәсе, менің осындайым болушы еді. Болмашыны сылтау қып, қыз келіншекке шоңайнаша жабыса кететінім болушы еді. Сонымды қайта тапқан тәріздімін. Әзілқой қызға тақалып тұрып алып, буынсыз қызыл тілге ерікті бере бастадым. Қызды әзілге кетер емес тәрізді. Біздің әр сөзімізге жауаптар кіліссіз тез қайрады. Қол берісіп, ат-жөн айтып танысу ауыл дағдысында жоқ. Біздің танысуымыз міне осы, сөзден сөзді қоздатып, әңгімелесу. Қыздан: "Не істейсіз? Қайда оқисыз? Осы үйде тұрасыз ба? Үйіңізде және кімдеріңіз бар?" деп қазбалап сұрап қоямыз. Сондағы білгеніміз, әсем қыз осы қалада медучилищеде оқиды екен. Келер жылы бітіреді. Әкесі соғыста, қазір үйде, анасы екеуі ғана. "Анаңыз не істейді?" Қыз күліп: "Осындағы бір кеңседе төменнен сынағанда ең бірінші бастық дейді. Бұнысы үй сыпырушы деген екен." Әлгінде аяқтарымыз талып, шаршай бастағанымыз естен шықты. Әңгімелесіп ұзақ тұрдық. Қыз кет демей, кететін түріміз жоқ. Сірә уақыт бір ғауым болып қалса керек. Бір кезде кенет қақпаның батыс жақ түбіндегі белуардан жерге батқан особняк үйдің ашық тұрған терезесінен "Гаухар" деп соза дауыстаған әйел дауыс естілді. Қыз үріккен торғайдай құсап селт ете қалды. "Мама, мен мұндамын." Әлгі дауыс және қайталады. "Қызым, ұйықтайтын кезің болды. Қазір барам." Қыз осыны айтты да, бізге бұрылып: "Ал, хош болыңыздар, мені шақырып жатыр. Мүмкін тағы кездесерміз" деп, көйлегінің етегі желпең етіп, жүгіре жөнелді. Біз бір ауыз жауап қатып үлгере алмай қалдық. Қыздың аты Гаухар екенін де осы тап қазір шешесінің дауыстап шақыруынан білдік. Бұлай шыға беріп жақанға: "Әлгі қыз әдемі қыз екен" дедім. "Несі әдемі? Немене, жаман ба?" "Әдемі түгіл, дәнең есте жоқ, кәдімгі қарапайым қыздың біреуі. Аты қандай? Гаухар. Жаман иттің атын бөрі басар қояды деген" деп, жақан күліп әзілдеген болды. Бірақ оның бұл әзілі дәл қазір орынды емес еді. Дегенмен мен түсінемін. Әлгінде Гаухармен көбірек қалжыңдасқанда, Гаухардың көбірек бейімделіп, сөйлескені де мен болып едім. Жақан менің көлеңкемде қалыңқырап қойған. Иә, оны томсырайтып келе жатқан сол екен ғой. Майра жеңге жатып қалған тәрізді. Ашық террассаға
кешегі үйреншікті орнымызға төсек салып қойыпты. Ол кісіні мазаламауға тырысып, үн-түнсіз шешіндікте жатып қалдық. Жақаным бір дегеннен маған арқасын беріп, ары қарап дөңкиіп жатыр. Үстіміздегі жамылғының өзіне молырағын тартып алған. Жер төсектің тура орта тұсына жайғасқан. Енді менің халім, кірменің халінде не төсенішке, не жамылғыға жарымай, жер төсектің шетіне әрең ілініп жатырмын. Бірақ жатсым жайсыз болса да көңілім күйлі, ойымда да, көз алдымда да әлгіндегі Гаухар. Оның әр сөзі, әр қимыл күлкісі көңілімде аса жылылықпен жатталып қалған. Гаухар жөнелерде, мүмкін тағы кездесерміз демеді ме? Ол сол сөзді, Құдай білет, қалай болса солай айта салған жоқ. Маған бағыштап, астар беріп айтты. Яғни менімен, бізбен емес, мына менімен тағы да кездескісі келіп айтты. Мен таңның тезірек атуын аңсай бастадым. Байқаймын, Жақан да ұйықтай қойған жоқ. Анда-санда мұрнын шуылдата пыш-пыш тартып, көңілінде маған деген салқындық бар екенінің арқасының қозғалысымен-ақ сездіріп қояды. Жақан екеуміздің арамызға тон бітуі, ол әуелі мына мен үшін тиімсіз. Мен мұнда Жақанға ілесіп, тәуелді болып келіп отырған жанмын. Жақансыз Майра жеңге жолатама мені. Оқу мерзімі 1 ай. Әлі 1 ай Жақанмен бірге жүріп тұруым қажет. Сондықтан, Жақанның маған теріс көзбен емес, оң көзбен қарап жүруі мен үшін керек ақ. Азы көпті, Жақанға жағымпазданбай күн көру қиын маған. Осыны ойлап, ымырашыл жұмсағынмен, Жақан дедім. Неге ұйықтамай жатырсың? Жақан үнсіз. Жақан, бер қарашы. Саған дөңкиіп, не болған бүгін? Әлгі жаңағы қыздың. Гаухардың сөз жоқ, жолдас қыздары бар. Солардың сұлу біреумен сені таныстыр дейміз. Сосын 4-еу боп, тамашалап уақыт өткіземіз. Жақан тағы да үнсіз. Сосын ымыраға келе бастағандай шалқасынан аунап түсіп, ары қарай аздап сырғи жатты. Қала қыздары ауыл қыздарында емес, олар киноға, театрға апарғанды жақсы көреді деді Жақан. Несі бар? Апарамыз? Ал сен театрдың билеті қанша сом болатынын білемісің? Қанша? Театрдың билеті деген сұмдық қымбат болады. Және отыратын орнына қарай, алдыңғы жағы 40-50 сомнан кем емес. Жақанның тиын санағыш, сараңда мінезі бар. Мен оны бұрыннан білем. Онда киноға барып жүреміз. Жарайды, оның бәрін ертең таң атқан соң көрерміз. Ұйықтайық. Жақанның жұмсарып, беті бері қарағанына мен одан бетер қуанышты едім. Облысты оқу білімінің жанынан ашылып отырған 1 айлық білім көтеру курсына біздің ауданнан басқада келген мұғалімдер бар. Көбі әйелдер, қыздар. Бізге ұқса боларда таныр-таныс қуалап, әркім-әркімнің үйлеріне жайғасқан. Алғашқы күнгі оқу секілді болған жоқ. Нағыз оқу ертең осындағы мектептердің бірінде басталмақ. Қалай, қандай тәртіппен оқитынымызды айтты да, бүгін қала аралаңдар, тамашалаңдар деп таратып жіберді. Ал Жақан, қайда барамыз? Тәлкөшке мына араға жақын. Жүр, Тәлкөшкені бір аралап шығайық. Қыздарға қашан барамыз? Қай қыздарға? Түндегі өзіміз танысқан. Сен сол қызға ғашық болып қалғаннан саумысың? Түні мен соны ойлап шықтың ғой деймін. Барсаң бар өзің, мен несіне барам? Қыздардан гөрі Жақанды Тәлкөшке көбірек қызықтыратын секілді. Пәленде алатын түгіміз болмаса да, тағы да Тәлкөшкеге келдік. Күн көтеріле түскен сайын, ысып, шекемізді тесіп өткенде болып барады. Аяқ астындағы асфальт кес төселгенде былқ-былқ етеді. Тәлкөшке кеше қалай болса, бүгінде солай, құмырсқаның үйлеуінде құжынаған халық. Қане болыңдар, барыңдар Тәлкөшкеге. Басартық киім-кешектерің болса, алып барып сатыңдар деп, әлгі кім осы жүрген жұртты мынадай ыстық күнде, осында зорлықпен қуып әкелген секілді. Әйтпесе, мынадай ыстықта үйлерінде демалып жатпай ма? Әлгідей қарбаласта кім қолына не түссе, көзіне не іліксе, соны алып жүре берген. Біреу көйлек, біреу дамбал, біреу тақия ұстап тұр. Мына бір әйел, ауыл келіншектері ұялып кимейтін, киседе ешкімге, әсіресе еркек атаулыға көрсетпеуге тырысатын. Ал қыздар болса, атын атағанның өзін беттерін басып, ұялатын киімдердің бірі емес,
бір тобын ешқандай қысылыссыз жарқыратып ұстап тұр. Мен кешегідей тәл көшкені тұңғыш көргенде емеспін. Бастығып, жөн біліп қалғам. Сатылатын заттардың кейбіріне бөгеліп, орысшалап, сколько стоит деймін. Кейбіреумен алатын адамша кәдімгідей саудаласа бастаймын. Тәл көшкер алап болып, үйге қайтып келеміз. Мынау міне, Пастер көшесі. Гаухар үйі алдымызда. Менің бойым бір ысып, бір суый бастады. Тағда қақпаның түбінде Гаухар кездесіп қалса игеді. Қақпаның сыртында да, ішінде де ешкім байқалмайды. Тым-тырыс. Мен қақпадан ішке емексіп үңіле қараймын. Гаухарды іздеймін. Түнде Гаухарды ұйықтауға шақырған әйел дауысы мынау екі терезенің бірінен естілген. Терезелері әлі ашық тұр. Бірақ іш жақта не бары байқалмайды. Екі терезенің екеуіне де шілтер ұсталған. Гаухар үйінің тұсынан әбден өтіңкіреген кезде, жақан артында қалыңқырап келе жатқан маған, қызың әне, ана үйде тұрады, бармайсың ба дейді. Мені тәлкіге етіп айтқаны тәрізді. Жайшылықта болса, жауапты келістіріп қайтарар едім. Ал қазір қыжылым ұстай тұра тілімді тістеп, үндемедім. Түскі тамақтан кейін, жақан жейдесімен бәтеңкесін шешті де, сап-сары ала болған нәскиін террасадағы кір жаю үшін тартылған жіпке жайып, шаршадым, демаламын деп жатып қалды. Күн әлі қапырық, менің де жатқым келіп отыр. Бірақ жүрегімде маза жоқ. Түндегі Гаухарды енді қазір күндіз анықтап бір көруге құштармын. Мен біраз қала аралап жүріп қайтайын деген сылтаумен көшеге шықтым. Тағы да Пастер көшесімен Гаухар үйіне қарай келе жатырмын. Ыстық жерден де, көктен де жалын боп желпіп тұр. Бұл маңдағы үйлердің бәрі тым-тырыс. Жұрт ыстықтан бұғып, үйлеріне тығылып алған. Ауладан үңіліп қарап едім. Құшағында мысығы бар, көздері бақырайыңқыраған бір кішкентай қара бала көрінді. Әй, балақай, бері келші. Бала жетіп келді. О, не? Сен мынау үйде тұратын Гаухар дейтін қызды білесің бе? Ал, білем. Не қылады? Білсең, сен сол қызды шақырып жіберші. Бала тілалғыш бала екен, жүгіре жөнелді. Мен сол кезде қақпа алдынан тайқып, көшеге шығыңқырап тұрдым. Гаухардың өзім әлі көрмеген анасынан қаймығам. Қандай жан екенін кім біліпті? Бала тез қайта жүгіріп келді. Есіктерінде құлып тұр. Жалғыз өзім көшеде басым ауған жаққа лағып келе жатырмын. Гаухарды бір көрмей, онымен кездеспей, жаным жай табатын емес. Міне осындаймын. Бірдеңені шындап ниет етсем, қашан соны бір жайлайтып тындырмай, еш тыншымаймын. Есіктерінде құлып тұрса, мүмкін бір жаққа бір шаруамен шығып кеткен шығар. Біраздан соң келер. Адам көбірек жүретін орталық көшеде, тротуардың шетінде арықтың жағасындағы, жуан нән теректің саясында, стол үстіне үлкен қызыл ала афишаны жайып тастап, ұзын мойын бір әйел билет сатып отыр. Афишадағы жазуды оқып көрсем, Чо-чо-сан, бұрын естімеген нәрсем. Бұл не? Кино ма? Жоқ, опера дейді әйел. Опера деген сөзді әйтеуір естісем керек, бірақ не екенін біле қоймаймын. Қалай? Қызық па? Қызық ойын ба? О, бұл деген классикалық дүние емес пе? Бұны білмеу, сіз секілді жас интеллигент жігіт үшін күнә, зор күнә. Қане, қанша билет берейін? Ең жақсы орындарды тауып берем. Әйелдің сөзі намысымды қарып, жаныма батыңқырап кетті де, сәл ойланып, 3 билет дедім. Әйел билет жыртып жартысын ұсынды да, төлейтін ақшамның сомасын айтты. Қымбат. Қымбат болғанды да удай. Жақанның айтқан сөзі сап етіп есіме келді. Театрдың билеті сұмдық қымбат деген еді ғой. Бірақ енді бас тарту ыңғайсыз. Сыр бермеуге тырысып, қалтамнан 100 сомдықтарды жалтыраты суырып, төлеп жатырмын. Бұл ойын қайда болатын ойын? Опера театрында, жаңа театрда. Жаңа театр дегенге елең ете қалдым. Алматыда ғажап әдемі жаңа театр салынғаны жайлы, соғыстың алдында газеттер даурыға көп мақтап жазған. Онда болған, көрген жұрттың аузынан да жер көкке сыйғызбай, дәріптеген талай лепірме сөздер естігем. Міне, енді мен де көретін болдым. Гаухар үйін торы уылдап және келіп тұрмын. Тротуармен ары өтем, бер өтем, ары өтем, бер өтем. Ешкімнің қарасы байқалмайды.
Көлеңке басы ұзарып, кеш жақындай бастады. Театрға Гаухарға деп алған билет босқа бөлмесе не қылсын? Маған қарсы, аяғын тыпың-тыпың басқан, денесі талдырмаш бір ер бала келе жатыр. Жоқ, ер бала емес, қыз бала. Тек ер балаша шалбар киген. Сөйтсем, Гаухар? Гаухар қалт тоқтап, ол да мені бірден таныды. Жәнібек? Екеуміз мәре-сәре болдықта қалдық. Дәл бір ескі таныс, ескі достар тәріздіміз. Сен мұнда неғып жүрсің дейді Гаухар. Саған келгем, бағана келгем. Театрға билет сатып алдық. Барасың ба? Қай театрға? Әлгі жаңа театрға. Операға ма? Иә. Онда бүгін қандай спектакль екен? Аты қиын. Шиши ма бірдеңе. Билет сатқан әйел қызы ойын деп мақтап берді. Шиши? Чо-чо-сан шығар? Иә, дәл өзі. Гаухар қуанып кетті. Ой, Жәнібек, ты просто молодец. Мен ол операны сондай сүйем. Әлгі жолдасың қайда? Ол да бара ма? Барады. Онда сендер сағат 7-ге таман келіңдер. Қазір қанша? Ерте шығар? Мен дайын болып тұрам.